нәрсені айтпайсың. Ондай нәрсені айтуға сенің құқығың болды. Тек қана іскер ханымдар жиналып отыр ғой. Бұл жерде шашым аймай, бетім аймай, әбжеп, шаршап, күйеуі қуып, өзі қашып жүрген әйелдер отырған жоқ. Іскер қоғамға кірген әйелдер отыр да. Енді былай, мынандай инсайт айтқым келеді да. Міне сендер айтасыңдар. Я, әпке, мен іскер әйелмін, отбасымды ұстап отырмын, барлығы дымы шықпайды, бәрі күшті, тамаша дейсің да. Бірақ кейбір кездерде сөзбен іске келген кезде тайқып кетесіңдер. Мен үнемі айтамын. Сен қоғамға шықтың ба? Қоғамға шықтым, мен ойбай іскер әйелмін дедің ба? Сен сол позицияны ұста сен. Сен өліп қалмасаң, сен ауруға ешқандай құқығың жоқ. Бай жамандамайсың. Сенің балаң ауру, сырқау, анау болмайды ол. Үніңді шығармайсың. Сөз, іс тап-тұйнақтай тап-таза болады. Вот сол кезде сен қоғамның әйелісің. Ал сен қоғамның әйелім деп өзіңе статус қойып қоясың, мына жағың былығып жатыр. Уәдені бересің, орындамайсың. Аяқ астынан бір нәрсені ойлап таба саласың. Не басың ауырады, не басқа жерің балтырың сыздайды. Осы нәрсені ешқашанда жасамаңдар. Сен өлгенше қазақтан шыққан қайраткер қызсың. Болды, сол статусты тұрасың. Өліп қалсаң амал жоқ. Өліп қалған жоқсың ғой. Болды, қалған нәрсенің бәрін үйлестіресің. Ақша жетпейді. Ойбай, кредитім, қарызым. Байым телефонында қарап жатыр. Байым тұншықтырып жатыр. Ондай нәрсені айтпайсың. Ондай нәрсені айтуға сенің құқығың жоқ. Болды. Оны айтатын басқа сатыдағы әйелдер. Олар онсыз да біз сізде көп. Біз солардың санын азайтуымыз керек. Біз әрқайсымыз міне іскер әйелдер, әрқайсысын кем дегенде 10 қазақтың қызын жылап еңіреген сүйреп алып кетші. Үй жағдайында отырып кәсіп жасайтын мықты тірлікке белің буып, біреуіңнің салоның бар, біреуіңнің бутигің бар, біреуің бір тірлігің бар. Сол жерге жетектеп алып келіп бір кассыңа қойсаң да, есігін ашып жауып тұратын жұмысқа қойып, айлық берсең де, оған шайлық болады, мотивация болады. Сондықтан да біз алға қарай сүйрей беруіміз керек. Әрқайсымыз миссиямыз болу керек та, сосын одан қайтады деген үмітті ұмытыңдар. Қайтпайды одан. Болды, қайтпайды. Ол қайтатын, рахмет айтатын адам болатын болса, жылап еңіреп жүретін бе еді? Ол баяғыда сен қасында тұратын еді. Сондықтан да Құдайдың жылатқан адамын сен жылатпа. Сен оған көмектес. Рахметі Алладан болады. Қайтымы тек бір Алладан.